Hey, бүкіліне сәлем достар, сіздермен бірге Орасан достар. Бүгінгі серияда біз бұл SCP бір бәле ойнайтын боламыз. Ал мен қазір сіздерге веб-камера қосам. Күте тұрыңыздар. Күте тұрыңдар. Ал біз бастадық. Қобалжып тұр. Кешіріңіз мырза деп шетелдік тілде өтіп бара жатқан адамға айтады. Бірақ ол оған мән бермейді. Әйел өтіп бара жатып, қыздың оған бірдеңе айтқысы келіп тұрғанын байқайды. Әйел қызға не болды деп сұрайды. Сіз ағылшынша сөйлей аласыз ба деп қыз оған сұрақ қояды. Әйел жоқ деп айтып жолын жалғастырады. Жас қыз адамдармен бұлай сөйлесу тиімсіз екенін түсінеді. Ал достар, енді біз бастаймыз, кет көре берейік. Ұшпол және дәретханаға бару сияқты азғантай сөздерді қоспағанда, ол украин тілін мүлдем білмейді. Қыз негізі Европаны саяхаттап жүрген. Ол саяхатын бірінші Украинадан бастап, соңын Парижден аяқтамақшы. Ол бұрын аздап саяхаттаған. Бірақ Украин қалалары сияқты қатал қалаларды бұрын көрмеген. Бұл сапар ол үшін өте маңызды. Оның ата-анасы жол апатынан қайтыс болғаннан кейін ол қайғыға батып, бірнеше ай бойы бөлмесінде отырды. Ол ақыры үйден кетіп, демалу керек деп шешті. Оның ата-анасы өзі сияқты жас кездерінде Европаға саяхаттаған, және оларды болып тұрғанын көруге болады. Бірақ мұнда ол жалғыздық пен қорқынышты сезіп тұр. Тіпті өзінің қонақ үйін таба алмай жүр. Мырза маған көмектесе аласыз ба деп қасынан өтіп бара жатқан кісіге айтады. Бірақ ол да оның өтінішін елемейді. Кеш бата бастаған соң суық жел қызды тоңдыра бастайды. Ол қала көшесіне қарайды, және айналасында әлі де көп адамдар болса да, олардың бетінен қатыгездікті көреді. Ол бірдеңені байқайды және қуанып кетеді. Бұл полиция қызметкері. Полиция оған көмектесе алады. Жас қыз жолдың шетінде тұрған полиция қызметкеріне қарай жүгіреді. Оның сұр формасы ескілеу көрінгенімен қала көшесіне жақсы үйлесіп тұр, және көлік қозғалысын басқару үшін қолданылатын дубинкаға ұқсас нәрсені ұстап тұр. Қыз полицияға жақындайды, бірақ полиция қызды байқамай көшеге қарап тұр. Қыз оның иығынан түртіп өзіне қаратады. Полиция оған үнсіз қарап тұр. Сіз ағылшынша білесіз ба? Деп жас қыз ағылшын тілінде сұрайды. Иә, аздап білемін. Қыз қуанады, және ағылшын тілінде. О, Құдайға шүкір, сіз маған көмектесіңізші, өтінемін. Мен адасып кеттім, және не істеу керектігін білмеймін. Адамдар олардың жанынан мән бермей өте береді. Қыз қалаға келіп, дұрыс автобусқа отырдым деп ойлап, басқа автобусқа отырып қаланың басқа аймағына кетіп қалғанын айтады. Енді ол өзінің қайда екенін білмейді, және түнге дейін жатақханасына жете алмаймын деп алаңдайды. Сіз қайда баруыңыз керек? Деп полиция сұрайды. Қыз картасындағы көше атауларын қарап, студентская деп айтады. Білем, дейді полиция қызметкері. Ол жақта шетелдіктерге және студенттерге арналған қонақ үйлер көп болатын, және ол аймақ бұл жерден қатты алыс емес. Жас қыз қарсы болмаса, полиция оған аялдамаға жетуге көмектесе алады. Қыз тағы адасып кетпес үшін полициямен бірге баруды жөн көреді, және олар тротуармен аялдамаға қарай жүреді. Олар жүріп бара жатқанда, полиция қыздан бұл қалада не істеп жүргенін сұрайды. Қыз Европаны саяхаттап жүргенін айтады. Ол полиция қызметкеріне сене алатынын сезінеді, және ата-анасымен не болғанын, үйде өзін қаншалықты жалғыз сезінгенін, және бұл сапар оның өмірін қалай өзгертуі керек екенін түсіндіре бастайды. Бірақ бұдан кейін полиция бір түрлі нәрсе айтады. Бізде фраза бар. Мұның бәрі нашар болуы мүмкін, дейді полиция. Қыз түсінбей, не дейсіз, деп сұрайды. Полиция қайтадан, мұның бәрі нашар болуы мүмкін, дейді. Полиция қызметкері, біз мына жаққа жүруіміз керек деп қуысқа қарай жүре бастайды. Ол қыздың ғимараттар арасындағы қараңғыға кіруден қорқатынын көреді. Және бұл жай ғана қысқа жол, қорқатын ештеңе жоқ деп қызды сендіреді. Олар бірге қуысқа кіреді, ал қыз оған Америкадағы өмірін тағы да айта бастайды. Қыз Америкаға қайтып барғанында не істейтінін, және бұл саяхат өмірін өзгертетінін айтып келе жатқанында, ол полиция қызметкерінің баяулағанын байқамай қалады. Алайда ол полиция қызметкерінің көлеңкесі кенеттен оның алдындағы жерде үлкейе бастағанын байқайды. Ол тоқтап, көлеңкенің қозғалуын бақылайды. Барған сайын үлкейіп келеді. Көлеңкелер сол күйі созылып, ұзара береді, және ол полиция қызметкерінің қадамдарының дыбысы тоқтағанын байқайды. Ол баяу бұрылып, полиция қызметкерінің орнында қорқынышты құбыжық тұрғанын көреді. Ұзын, жиіркенішті, денесінің бәрі сүйек,
биік жаратылыс. Қыз тіпті қорыққаннан айқайлай алмай қалады және құбыжықтың алып денесіне қарауды жалғастырады. Ол құбыжықтың бетіне қарап жақ сүйектері сынған сияқты жағының салбырап тұрғанын көреді. Оның құлағы да, мұрны да жоқ. Қыз қорқыныштан дірілдеп тұр. Ол құбыжық ештеңе көріп тұрған жоқ деп ойлайды. Өйткені құбыжықтың көздері де жоқ. Қыздың ең соңғы көрген нәрсесі құбыжық ала темірге айналып кеткен қолын көтеріп, өте тез жылдамдықпен қызды ұрып бас сүйегін сындырады. Сәлем, бүгінгі файл бізді Украинаға алып келді. Дегенмен SCP-1366 ретінде белгіленген аномалия басқа елдерде де пайда болған. SCP-1366 гуманоидты жаратылыс. Ол SCP фондының бақылаулары бойынша есі бар болып көрінеді және оның киімдері Кеңес одағының 1970 жылдардағы полицейлерін еске түсіреді. Ол ұзын сор пальто, ұзын қара былғары етік және қалпақ киген, ал қолында Ресейде және Шығыс Еуропаның көптеген елдерінде жол қозғалысын басқару үшін полиция қызметкерлер қолданатын ақ-қара дубинкасы бар. Адам SCP-1366 румен қарым-қатынас жасай бастағанда, адам өзін қарапайым полицеймен сөйлескендей сезінеді және қалыпты диалог құра алады. SCP дауыс арқылы өзімен сөйлесетін адамға оңай адастыруға және алдауға мүмкіндік беретін психикалық әсер бере алады. Қасынан өтіп жүрген адамдарда ештеңеге мән бермейтін сияқты. Өтіп бара жатқан адам оның ескі киімінде байқамайды және не болып жатқанына да назар аудармайды. Дәл осындай әсер камерада да байқалады. SCP камераға түскенінде жай адам сияқты көрінеді. Алайда, видеоны қарау кезінде оның шынайы формасы ашылады. Шын мәнінде, SCP-1366 өлген адамның мәйітіне ұқсайды. Бірақ ол кез келген адамнан әлде қайда биік. Оның биіктігі 5 метрден асады. Қолдары мен аяқтары адам бойынан да ұзын. Оның үстіне, оның биіктігінің 3/2-сін тек аяқтар құрайды. SCP-1366 рудың терісі ұзақ уақыт кептірілген теріге ұқсас. Оның денесінде мүлдем бұлшық ет жоқ сияқты, тек қана сүйектің үстіне кептірілген тері кигізіп қойғандай. Сол жақ қолының алақаны мен саусақтарының орнына ала темір дубинкаға ұқсас металл жалғанған. SCP-1366 рудың беті ауыр жарақат алған сияқты болып көрінеді. Құдды бір оның бетінен құлақтары, көздері мен мұрыны жұлынып, жағына ауыр соққы тигендей жағы салбырап тұрады. Осы жарақаттарға қарамастан, ол адамдармен адам кейпінде сөйлескенде жақсы дауыс шығарып дұрыс сөйлесе алады. Қазіргі уақытта неге екені белгісіз. SCP тек бұрындары КСР құрамындағы елдерде пайда болғанын фонд зерттеушілері білді. Сондай ақ SCP өлтірген адамдардың барлығының дерлік ата-анасы қайтыс болғанын да фонд зерттеушілері анықтайды. Фонд осы ақпараттарды білгеннен кейін SCP-ді ұстауға сценарий құрады. Әзірге тек қана бір миссия жасалды. Фондтың зерттеушілері D класындағы 7 қызметкерді тапты. Қызметкерді бейнекамерамен және микрофонмен жабдықтап, оны бір кездері КСР құрамына кірген елде орналасқан қала көшелерімен жүргізді. D класс қызметкерін фондтың агенттері сыртынан бақылап, әзірге күмәнді еш нәрсе байқамайды. Бірақ кішкенеден кейін агенттер D класс қызметкерінің тротуарда тоқтағанын байқайды. D класс қызметкеріне ескірген форма киген полиция қызметкері келіп, оң қолымен қызмет көрсететінін білдірді. Ал бұл сәтте агенттер ештеңе байқамайды және де D классына бір орында тұрмай SCP-ді іздеуді жалғастыруын микрофон арқылы айтады. Полиция қызметкері D классындағы қызметкермен сөйлесе бастады. Бірақ полицей бірдеңеден күдіктенгендей дұрыс сөйлемейді. D классының қызметкері полицейге анасымен бірге серуендеп жүріп, анасын таппай қалғанын айтады және полицейден анасын іздеуге көмек сұрайды. Содан кейін полицей D классындағы қызметкердің қолынан ұстап, оны бір жаққа алып кетті. Ақыр соңы оны қуысқа апарады. Ал агенттер жан-жақты қарап SCP-ді әлі іздеп тұр. Олар D классының қызметкерін бақылауды ұмытқан болатын және қызметкердің қайда кеткенін олар көрмей қалады. Агенттер аймақты іздей бастады. Бірақ D классындағы қызметкерді еш жерден таба алмады. Бірақ қызметкерге GPS тағылған болатын. Қызметкерді GPS арқылы локатордан қарағанда агенттер таң қалды. D классының қызметкері картада 5000 километр жерде орналасқан. Ол жерге дереу ең жақын фонд әскерилері жіберілді. Олар қызметкердің жоғалғанына 2 сағат болғанда сол орынға жетті. Олар жеткенінде қандай бір түрлі жерге келгенін түсінді. Бұл зират болатын. Фонд әскерилері зиратқа абайлап кіріп, GPS арқылы орналасқан жерге жақындайды. GPS локаторы оларды ақыр соңы белгісіз қабірге әкеледі. Атап айтқанда, 50 жылдан астам уақыт бұрын қайтыс болған D классының қызметкерінің анасының қабіріне фондтан рұқсат алғаннан кейін әскерилер қабірді қазады. Әскерилер төтенше жағдай болмас үшін қаруларын дайындап тұрады. Бірақ олар табытты ашқанда,
қарудың қажеті жоқ екенін түсінеді. Табыттың ішінен тек әйелдің шіріген денесі және D классындағы қызметкердің денесі табылды. Ол эмбрионың күйіне оралып, анасының сүйектерін қатты құшақтап жатты. Осы оқиғадан кейін SCP-1366 ру құрбан еткен адамдардың ата-аналарының қабірлері қазылды. Және де барлық құрбандар анасының немесе әкесінің қабірінде жатты. SCP-1366 руға Ресейдегі танымал балаларға жанашыр ұзындау келген полиция қызметкері Степа Көкенің есімі лақап аты ретінде қойылды. Осы уақытқа дейін SCP-ді ұстау мүмкін болмады және ол Евклид объектілер класына жатқызылды. Бұрын Кеңес одағында болған елдердегі 7 адамдардан тергеу алынып тұрады. Өйткені олардың SCP-мен байланыспауы фонд қызметкерлеріне өте маңызды. Және де SCP-1366-ны түсірген камералар тексерілуі қажет. Егер видеоларда SCP-дің шынайы бейнесі көрінетін болса, ол видео жойылады. Енді сіз комментарийге келесі қандай SCP тіршілік жайлы видео шыққанын қалайтыныңызды жазып кетіңіз. Және де видео ұнаған болса, видеоға лайк басып, SCP құбыжықтар арнасына тіркеліп қойыңыз. Өйткені әлемде көптеген SCP тіршіліктер бар, және олар жайлы біздің арнада көптеген видеолар шығады. Давай достар. Сау болыңдар достар, сіздермен бірге Нұрислам.